Қадір түні, тағдыр түні. Бүгінгі таңда өкінішке орай, қадір түнін жай ғана ұйықтамай қарсы алу жеткілікті деп санайды. Алайда бұл қате түсінік. Алланың мейірімінен үміт еткен әрбір адам қадір түні кірместен бұрын дәрет алып, таза киімін киіп, үстіне хош иісті әтір сеуіп, қасиетті түнді күтуге дайындық жасауы тиіс. Қадір түнінің мақсаты тек ұйықтамай, ояу жүру ғана емес, тілек тілеп, дұға жасап, намаз оқу. Қадір түніне дайындық. Күндіз аз уақыт болса да демалып алыңыз. Жоспар құрыңыз, құлшылық уақыттарын бөліңіз. Қай сағатта қай құлшылық түрін жасайтыныңызды жоспарлаңыз. Намаз оқыңыз, дәрет жаңартып отырыңыз. Амалдарды ауыстырып отырыңыз. Мысалы, Құранды отырып оқыңыз, одан соң дәрет жаңартып алыңыз да, намаз оқыңыз, одан соң жүріп уағыз тыңдаңыз. Осылайша өзіңіз жасай алатын құлшылық түрін қағаз бетіне бірінен соң бірін жазып, жоспар құрыңыз. Қадір түні не істеу керек? Қадір түні, тағдыр түні. Қадір түні Алламен сырласатын түн, келешек өмір түні. Сондықтан Алланы шынайы ықыласпен еске алып, қай тілде болмасын, жүрегіңізбен ізгі дұға тілектеріңізді тоқтатпай айтатын түн. Құлшылықтың рахатын сезінетін түн. Құран оқи алмасаңыз да, намаз оқи алмасаңыз да, Аллаға қандай құлшылық түрімен болса да жақындауға асығатын түн. Қасиетті түнді үйде немесе мешітте құлшылықпен өткізген абзал. Мұсылмандар бұл түнді барынша құлшылықпен, шын жүректен өкініп, күнәлары үшін кешірім сұраумен өткізуі тиіс. Таңға дейін жасай алатын құлшылық түрін жасап, Алладан рахым тілеп дұға жасағаны абзал. Қадір кеші күн батып, ауыз ашқан сәттен, яғни бүгін ақшам уақытынан бастап, таң ататын уақытқа дейін жалғасады. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кім қадір түнін иманмен және сауап тілеп намазда тұрумен өткізсе, өткен күнәлары кешіріледі дейді. Айша анамыздан жеткен дерек, ол былай дейді: «Уа Алланың елшісі, мен қадір түніне сәйкес келіп жатсам, не деп дұға етейін?» деп сұрадым. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Аллахым, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, менің күнәларымды кеш» деп айт деген. Бұл түнде Құран оқу, Алланы зікір ету, пайғамбарымызға, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, салауат айту, садақа беру, тағы да басқа ізгі амалдарды істеген жақсы болып табылады. Қандай амал жасасақ та шын жүрекпен жасау, ниетімізді дұрыстау ең маңызды. Себебі бұл тағдыр түні. Мұсылман өз тағдырын ізгі амал, шынайы дұға тілекпен жазатын түн. Барлық періштелер әмин деп амал дәптерімізді толтыратын түн. Қадір түні жасаған құлшылықтарыңыз қабыл болсын.